бұйырса ертең мен тауға шығамын. Қазір сол заттарымды жинап жатырмын. Бұл менің алғашқы тауға шығуым, тауға көтерілуім. Бұның алдында канатын дорогамен шығып жүрсем, енді ертең бұйырса өзім шығамын. Жолдың қалай ұзақ болатынын, қиын болатынын, қалай шаршайтынымды тіпті елестете алмаймын. Егер ол туралы ойласам, тауға барғым келмей қалады. Бірақ мен үшін тауға бармау бұл күнә, қателік, өкініш деп айтар едім. Себебі мен Алматыға ең алғаш келген жылдары 2009-2013 жылдары мен Алматының табиғатына, тауына ғашық болғанмын. Ойлаушы едім, егер Алматыда тұрсам, күнде тауға шығамын деп. Бірақ жұмыста шаруалармен жүрген адам мүлдем тауға шыға алмайды екен. Бұл ойым қате болыпты. Мен оны түсіндім, және де тауға жалғыз өзім шығам ба деп ойлаған болатынмын, бірақ жалғыз болғаннан кейін және де ең бірінші рет болғаннан кейін өзіме деген сенімсіздік болды. Сол үшін қасыма адам керек болды тауға бірге шығатын. Алматылық достарым аз болғаннан кейін, таныстарым аз болғаннан кейін менімен бірге шығатын адам болған жоқ. Солай ниетіме қарай мен TikTok-тан менімен бірге тауға шығатын адамдар таптым. Бір видеоның астына пікір қалдырып, тауға шығатын адамдар болса маған жазыңыздар деген болатынмын. Солай маған 1-2 қыз жазды. Ол кісілер чат ашып, солай сенбі күні тауға шығамыз деп келістік. Енді сол сенбі келді. Енді таңертең бірге тауға шығамыз. Өмірімде мүлдем көрмеген, бірінші рет көрейін тұрған адамдарым, мүлдем танымаймын да. Бірінші рет адамдарға сеніп, осылай бірге саяхаттайын деп жатырмыз. Негізінде мен адамдарға мүлдем сенбейтін адаммын. Бұл бір қызық оқиға болып тұр. Тауға деген менің махаббатым, тауға деген сезімім, солай тіпті танымайтын адамдармен бірге мені алып бара жатыр. Бұл менің өзімен бірге алып бара жатқан заттарым: көзілдірік, талап, иіссу, влажный салфетка, телефон қуаттағыш, SPF крем, линза, қолшатыр, зонтик, және таңертең тіске бастырылады, және де ішетін нәрселерімді, суларымды салатын боламын. Әзірге осы нәрсе қылып қоюым керек. Қыздарына сәлем. Мен жерге келдім қазір. Қыздармен кездесіп, таныстық. Вот енді қазір тауға көтерілеміз. TikTok арқылы танысқан қыздар. Жақта аз қалды. Елмай, қаншама лесенцеден міндік. Мен түрім ақ бетті өше тер отыр. Ужас. Аяғым шаршаған жоқ, бірақ өкпем өшіп жатыр. Бірақ мен қолымнан келеді. 2, 4, 5, 6, 7. Міндім. Типа бочки такие. Ну не бочки. Неудобно коричневая? Да, то. А, вон то коричневая сзади? Да. Сейчас покажу. А вот это апокатя қайсы? Вот это? Апокатя анау. Давайте. Мне мына жер ура, таптық, ура. Қазір апотекаға келдік, қыздарды күтіп отырмын, сосын Иван-чайға барамыз. Наконец-то. Негізінде тез шығады екенсің. Мен ойлағам өте қиын болады деп. Лесенцияның өзіне 20 минутта шықтық, и мына жаққа тоже тез келдік. Апотекаға келуге 1 сағат уақыт кетті, ой, медеуден бастап. Енді Иван-чайға барайын деп жатырмыз. Көтеріп бара жатырық.
Километр ғой мынау. Жолдармен шығып жатырмыз. Шаршап қалдық. Ё-моё. Осындай. В общем, Горельникке ма Иваншаға баратын болсыңдар. Осы темірмен шыға бересіңдер ғой. Осы темірдің шетімен жүре бересіңдер, короче. Сенің кажется жол жүрген сайын шаршап қалады. Ой, бетін ағар кетті. Ах ты, Маша! Әлі 8 километр жол бар дейді. Біз уже шаршап жатырмыз. Да, екеуі вообще артта қалып қоя берді. Еще жаңбыр жауып тұрған сияқты, егер жаңбыр жауса бізге түсу қиын болады, блин. Но сонда міне жатырмыз. Көтеріп жатырмыз жоғары қарай. Мына әдемілікті көріп шаршасам да осы әдемілік үшін келе жатырмын. Шынын айтсам, Аллаға сан шүкір етіп жатырмын. Осындай мүмкіндікті берген үшін және тауға шығуға осындай адамдарды маған жіберген үшін мен өте қатты қуаныштымын. Арманым, плюс бір арманым орындап жатыр. Осылай енді жиі тауға шығып тұратын болсам, өте қатты қуанышты болар едім. Наконец-то мына ағашқа жеттім. И қазір құстарды күтіп тұрмын, олар әлі келген жоқ. Просто мен активныймын ба, тез-тез кетіп қалып жатырмын. Вот. Қалған сияқтымыз, мынаяқтан Иваншалар көрініп отыр. Ой, біз жақында қалдық. Енді адамдар жүр. Жаңбыр болады. Адамдар жүр. Ой, жеттік қой. Бірақ жаңбыр болайын деп жатыр. Ай, похуй. Бірақ сонда біз келдік, енді амал жоқ, бару керекпіз. Біз келдік. Бірақ жаңбыр жауып отыр. Блин, күшті фото түсе алмайды, шықпайтын болды. Ладно. Күн кезде күшті болды. Иә. Жаңбырдың жауған жақсы болды. Прям күшті болып қалды. Жаңбырдың астында қалдық. Одан кейін жаңбырмен суретке түстік. Шыққан күнмен суретке түстік. Солай енді қайтып бара жатырмыз. Мына жерден енді бір өте әдемі суреттер шықпаса да, осы табиғатты көргеніме қатты қуандым. И все. Сонымен біз қайттық. Біз түске жатырмыз. Түсіп кеттің да? Түсу оңай сияқты. Да, легко, да? Мына жер қандай еді? Сенің влогында көре жатарсыздар деп. Қалай шықтық? Мына жақта секіру керек. Байқа. Опа! Байқа түсші. Гүлінді алып дейсің? Иә, кел. Рахмет. Опа. Оп, давай, байқа. Ой. Ой, рахмет. Иә. Сол жер күшті. Алматыға барлығын жинақ қойған ғой. Сен тез түскеттің ғой, мәсін. Алдымызға қараймыз, жоқ. Алдымызға бір кезде уже оладық. Телефон соғып бастадық. Мына уже. Доңалап кеткен жоқ па жеп? Жоқ, шын айтам. Қанша түсіп кеттің? Біз вроде бәріміз бірге келе жатырмыз. Жүгіріп баратын өте, қорқыныш жоқ бұда. Мен аяғым тайып жатқан сияқты. Жоқ, жүре бер. Күшті болып тұр. Біз жете алмай жатырмыз төменге. Кеше тағы да жаным жол кетті. Аяғымды қараңдар. Балшық баратыр. Бір жауғаннан кейін жер балшық болғасын, мына жердің барлығы тайғанып, сырғанап әрең түстік. Өт жақында қалдық енді. 3 километрде қалдық медеуге баруға дейін. Все. Бүгінгі күн вообще негізінде күшті болды, удачно. Жаңбыр да бәрі де болды, короче. Бақыттымын. Астына ма? Тренд астына қарай. Видео. Сіз өзіңіз шығып көрмедіңіз бе? Жұмыс істеп? Жанында жұмыс істейсіз? Жоқ, мен осылай. Иә.
сен маған жаздың ғой. Асем деп тұрады. Бізге 2 комбо 4, сосын комбо 7, сосын 1 литрлік. Не күндерет? Әке маған бер. Біздің су поездкамыз осылай аяқталып жатыр. Бауырдаққа келдік. Классно. Жыта суп и бургер. Тоқта. Мен үйге келдім. Сағат деген 10 болып қалды. Біз таудан түскеннен кейін бауырдаққа барып тамақ жедік. Одан кейін мен қыздарды шығарып салдым. Содан кейін жұмысқа бардым. Жұмысымды жауып, үйге енді келдім. Вообще тым желание жоқ, шаршап тұрмын. Аяғым ауырып. Таңертең укладка жасап кеткен шашым, жаңбырдан кейін вообще укладка да жоқ, ештеңе де жоқ. Мына қалып кеткен заттарымды сумкадан шығарып жинау керек. Блин, қатты еріп тұрмын. Жуынуға, төсегімді салуға, киімді шешуге, вообще бәріне еріп тұрмын. Аяғым ауырып, тым настроением тұрған жоқ. Бірақ бүгінгі күн кәдімгідей күшті болды, вообще вау. Если тауға шыққысы келіп жүрген адамдар болса, барыңыздар, көріңіздер. Вообще бұл уақыт қайтып келмейді. Бұл жастық шақтарыңыз ертең қартайғанда сіз тауға шыға аласыз ба, шыға алмайсыз ба, ол жағын белгісіз ғой. Сондықтан да осы мүмкіндікті, осы сәтті пайдаланып шығыңыздар. Егер шын қаласаңыздар, сіздермен бірге тауға шығатын адам ол міндетті түрде табылады екен. Сондықтан да шын ниеттенсеңіздер барлығы да болады. Және тауға шығып жатсаңыздар, өздеріңізбен бірге артық киім алып жүріңіздер, себебі жаурап қалуларыңыз мүмкін, немесе киімдеріңізді бүлдіріп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан да артық киім ол артық етпейді. Мысалы, біз бүгін жаңбырдың астында қалдық, біздің аяқ киіміміз және де шалбарымыз өте лас болды. Мен қалаға барғаннан кейін киімімді ауыстырып алдым. Тап-таза болып қалада сосын ары қарай жүрдім. Бірақ бүгінгі күн үйден шыққаннан кешке үйге келгеннен кейін жаңбыр болды. Өзімізге айтып қоямыз, ауаның нұры жауып жатыр, біз тауға шығып жатқаннан кейін деп. Негізінде погодада жаңбыр екенін біз білдік, бірақ сонда да бос уақытымызда тауға шығайық, әйтпесе жұмыс деп жүре береміз деп осы күні тауға шыққан болатынбыз. Бірақ өте күшті күн болды. Жаңбыр жауған кезде кәдімгідей бір дарамадағыдай сондай сезімде жүрдік қой.